Қайырлы күн. Бүгін енді мына Pinterest'тен фото және видеоны қалай жүктейміз, қайдан жүктейміз, не тартамыз деген сұрақтар болып жатыр. Енді соны айтып жіберейін. Мына мысалы, оның екі жолы бар. Біреуін мына Play Market'тен тартып аласыздар. Жаңа мен мінекей Play Market'тен скачать видео Pinterest, Speed Pinterest деп жазасыздар. И мына сіздерге әртүрлі нелер беріп жатыр. Мен оның жаңағы мынау төбеден басталғанда 1, 2, 3, төртіншісі, мына төртіншісінде жақсы тартылады. Енді өздеріңіз көресіздер, әрқайсысын бір тартып көресіздер. Оны да бөлек сабақта үйретейін. Енді екінші жолы ол енді Телеграмнан жазасыздар. Жаңағыдай. Мына Телеграм тұр ғой, кәдімгі білесіздер Телеграмды. Сол Телеграм ішіне кіргеннен кейін мінекей скачать видео из Pinterest деген приложениені мына жоғарыда тұр. Сөйтіп төбеге мынау лупа тұр ғой, лупа. Сол жерге жазасыздар. Скачать видео из Pinterest деп. Және де осындай эмблема шығады. Және де басқа да эмблемалар шығады. Просто мен осынысын таңдап алғам. Енді жаңағы Pinterest'ке кірейік. Қалай жүктеу керек екенін көрсетейін. Мінекей мына Pinterest мынау тұр, мінекей. Өзі П деп английский. Сол қызыл. Енді соның үстіне басамыз. Басқан кезде мінекей неше түрлі видеолар шығып тұр, шаблондар шығып жатыр, әртүрлі. Мысалы, пригласительный біресе не алсаңыз, мынандай шаблондар бар. Жазуы жоқ шаблондар бар. Осындай әртүрлі. Небір керемет, енді керемет бұл Pinterest'тің ішінде. Мінекей мынандай шаблондар бар. Ар жағына өткенде мен көрсеттім. Суретіңізді қойып, кәдімгідей не ала бересіз. Ал енді мақұл осыны көшіріп көрейік. Мінекей, мына төбедегі точканы бассаңыз, мына төбеде точка тұр ғой. Сол төбедегі точканы 3 точка. 3 точканы басасыз. Копировать ссылку деген тұр. Сол копировать ссылкуды басасыздар. Міне, ссылка скопирована деп тұр. Енді шығамыз да Телеграмға барамыз. Міне, Телеграмға шығамыз. Мынау мен жаңа скачать етіп алғаным. Pinterest'тен кіреміз, соған үстінен басып. Және де мінекей кәдімгі астындағы немізді басамыз, вставить етеміз. Жаңа ссылкамызды копировать еткен. Енді жүктеп көреміз. Кейбір нелер ашылмай қалуы мүмкін, а кейбіреулер кәдімгідей оңай ашылады. Мінекей, мынау ашылды. Мінекей. Енді осыны біз енді бұны галереямызға жіберуіміз керек. Потому что бізге приложение алған кезде ең оңай сол галереяңызға тастасаңыз, қай приложениемен істесеңіз де істей бересіз. Мына төбеде бүйтіп үстінен басқан кезде 3 точка тұр ғой. Сол 3 точканы басасыз. 3 точканы басқан кезде мінекей әртүрлі поделиться дейді. Сразу WhatsApp-қа жібересіз бе, или біреуге жібересіз бе, жаңағы әдемі видеолардан. Или сохранить в галерею дейді. Мен сохранить в галереюны үстін басам. Міне. Енді ол маған сохранить етілді деп келді. Мен қазір галереяма кірем. Мінекей галерея, альбом деп тұр менде. Альбомды ашам, басам үстінен. Басқан кезде, мінекей, анау төбеде тұр. Жаңадан тартылғаны мінекей менде төбеде тұрады. Мінекей. Міне. Галереяда дайын. Болды. Ешқандай қиындығы жоқ. Енді бұны CapCut'қа не алам десеңіздер, CapCut'қа кіресіздер, шығып, қайттан CapCut'қа кіресіздер. Міне, CapCut'қа кіресіздер. Оны сіздер мынау несіне мынаған қоймайсыздар. Мына жағы бірінші неге қоймайсыздар. Оны наложение қоясыздар. Жаңа мен тартқаным. Зеленыйлардың бәрін наложение қоясыздар. Енді мен мысалы мына жерде бір суретті алайын. Қазір. Или видео да бола береді. Видеоны қойсаңыздар да бола береді. Мысалы мен кішкентай қызды қояйын. Мінекей. Енді осының астына наложениені, мінекей. Наложение тұр. Наложениені астына мінекей тұр ғой, мен қимылдатып жатырмын. Соның наложение дегенді басамыз. И жаңағы мен пердемді. Міне. Тағы да плюсикті басам. Добавить наложение деген плюсикті бассам. Мынау
жаңағы пердемізді таңдаймыз. Енді галереяға кірді ғой, точкасын бас, добавить деп тұр, добавитті басамыз. Міне, енді қолмен алып, мынаны бүйтіп үлкейтеміз сәл, туралаймыз, өстіп туралаймыз. Енді бүйтеміз. Мынау неге барамыз? Адамның астында тұр ғой, міне қимда тұр. Вырезкаға барамыз. Вырезкаға барамыз да, мінекей. Енді хромакейді басамыз. Міне. Мына жерде қазір ештеңке жоқ болып тұр ғой. Енді біздің төбеде домалақ міне хромакей жасылдың үстінде точканы туралаймыз. Міне бүйтеміз да сүртеміз бүйтіп жасылды. Ал енді мына интенсивность деген тұр ғой. Интенсивность дегенді үстінен басамыз. Басқан кезде міне астынан бізге мынандай жаңағы сурет көрінеді көрмейтіні, аз көп қалай деген шығып тұр міне. Енді осыны жай міне уже арт жақта сурет көріп тұрсыздар ғой, арт жақта сурет көрініп отыр. 6 ма 5 па сондай қойсақ жетеді. Енді птичкамызды басамыз, мынау астында тұрған птичканы басамыз да. Ал енді міне. Еркелеріңді қоймай, жаныма терең бойлайтын, таңға дейін бойлайтын. Мынаны үстінен басып бүйтсек те болады. Мынаны мысалы бүйтіп шықты ғой, болды. Осы жерде шықты пердемен. Бірінші Еркелеріңді қоймай, жаныма терең бойлайтын, таңға. Осы қыздар, жігіттер, мінекей, өстіп жасай бересіздер монтажды. Ары қарай жаңағыдай мына жаққа уже жазу жазасыздар ма, уже кете бересіздер ғой. Міне. Астында жаңағы назад өйтіп бассаңыз, текст шығады. Тағы да назад басамыз, мінекей, текст шығады астында. Текст басқан кезде уже А+ деген тұр. А+ты басасыздар да, текстті жаза бересіздер. Болды. Өткенде ол тексттің бәрін үйреткем, қайта-қайта оны егерде керек болса тағы да түсіріп жіберемін. Ал менің видеом ұнаса, лайк басыңыздар, тіркеліңіздер, түсінбегендеріңізді сұраңыздар, мен жауап беремін. Жақсы, Алла разы болсын. Келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.